Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Осындай әдемі, қарасаң көзің тоймайтын оюлы көрпе сіздің де тіккіңіз келе ме? Ендеше арнамнан алыстамай, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басып отырыңыз. Алдымен оюлы көрпе тігу үшін осындай табақшалар қажет, яғни ою салынған. Ол үшін екі түрлі мата қажет. Мен біреуі ақ және жасыл матаны таңдап алдым. Екеуінің де размері екі түрлі. Сонымен қатар сызғыш, қалам, қайшы, осындай ою, мен осы оюды қолданамын, яғни арнайы тапсырыспен сатып алған болатын. Майыспалы пластик өте ыңғайлы. Және де паутинка матасы, бұндай өте жұқа мата, бұндай матаны кез келген мата сататын жерден сатып ала аласыз. Сонымен қатар пергамент қағазы қадымғы асханада қолданатын және өте қажет. Алдымен оюлы табақшалар жасап аламыз. Ол үшін бірінші ақ матамызды қолданамыз. Ақ матамыздың размері 33-33, жасылдықы 35-35. Оюңыз түсетін мата кішкене кішірек болу керек. Енді осы бірінші ақ матамыздың үстіне клей жабыстыра аламыз. Яғни клейіміз біздің жаңағы паутинка матасы. Паутинка матасын қойып, алдын ала кесіп дайындап алдым. Оның үстіне пергамент қағазын қойып, әдемілеп өтектеп шығамыз. Бізге яғни өтектің пары қажет емес, сондықтан да міндетті түрде парын сөндіріп қоюды ұмытпаңыздар. Бірінші деген бетте жай-жайдан басып шығамыз, одан кейінгісін қаттырақ басып, өтектеп шығамыз. Мұқият болыңыздар, жаңағы матамыздың барлық шетіне өтегіміз тиюі керек. Өтектеп болдық. Енді жайдан тартып, пергамент қағазымызды айырып аламыз. Ақ матамыздан пергамент қағазымызды айырып алдық. Енді матаның бір-біріне жабысып қалуынан сақ болыңыздар, кішкене кебіңкіресін, өйткені ол осылай жабыстыратын болсақ, сол күйінде жабысып қалады. Сондықтан да кішкене кепкені тосамыз. Одан кейін майыспалы жаңағы пластиктен жасалған оюымызды әкеп ортасына қоямыз. Айналдыра қаламның көмегімен сызып шығамын. Пластик оюдың бір жақсы жері қағаздан гөрі өте ыңғайлы, көп уақытты да үнемдейді, және де жылдам сызып шығуға өзіңізге де ыңғайлы, өте жақсы. Айналдыра барлығын қалдырмай сызып шығамыз оюымызды. Сосын осы оюымызды қаламның бойынан жүре отырып, жаңағы сызған қиып шығамыз. Мінекей, өте әдемі болып түсті. Енді қайшымен ақырында бір шетінен алып қиямыз. Міне, жақсылап қарап алыңыздар, өте әдемі. Енді табақшамызды қойып қоямыз да, сызып, қиып шығамыз. Енді қиюдың да өзіндік әдісі бар. Қиған кезде қайшымыздың ұшына дейін жеткізбейміз. Көбінде, мінекей, қарап алыңыздар, қайшымыздың ортасын қолданамыз. Мінекей, қайшымыздың ұшын жеткізсеңіздер, оюларыңыз қидаланып кесіліп кетеді. Яғни оюды ойып шығудың да өзіндік тәсілі бар.
Енді мінекей көріп тұрғандарыңыздай ойымызды ойып алып шықтық. Енді жаңағы жасыл матамызға ойымызды орналастырамыз. Орналастырудың да өзіндік әдісі бар. Оюды қоя сап, жапсыра салмаймыз. Оны салыстырамыз. Яғни әрқайсының ұшын, сонымен қатар жан-жағының өлшемдері бірдей болу керек. Яғни оюлы көрпе тіккенде осы паутинканың көмегімен осылай яғни оюды оя салып, жай матаға қоя салмайсыздар. Бұл жерде паутинканың көмегі өте зор. Сонда оюымыз жылжымайды, бір орында тұрады, айналдыра тігіп шығамыз. Енді салыстырып қарасақ, жан-жағына кішкене ойымыз бір жаққа қарай ығысқан. Ендеше жайдан тартып қоюға болады. Мұқият болыңыздар. Оюды жақсылап орналастырып аламыз, сосын кейін көз өлшемімен жан-жағына қарап, дұрыстап, қайттан реттеп орналастырып аламыз. Өтекпен жүрмей тұрып. Қазір біз бұның үстіне өтекпен басамыз, оға дейін дұрыстап салыстырып алуымыз керек. Мінекей сызғыштың көмегімен алып, өлшеп шықсаңыздар да болады. Енді жаңағы пергамент қағазымызды осының үстіне қоямыз. Әдемелеп тұрып, өте ұзақ өтектейміз. Жақсылап өтектесеңіздер, оюларыңыз ашылып кетпей, сол күйінде тігіп біткенше қалады. Енді кей жағдайларда болады, кішкене оюңыз ашылып кеткен, онда ештеңе етпейді. Қайтадан ойыңызды тура осылай қойып, өтектеп шықсаңыз да болады. Ұзақ жабыспай тұрған жеріне өтекті бастырып, ұстап тұруға да болады. Өте мұқият, әдемелеп, жан-жағына жеткізіп өтектеп шығыңыздар. Өтектеп шықтық. Енді жайдан үстінен пергамент қағазымызды аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Осындай бірнеше табақша жасап, бастарын құрап, оюлы көрпе жасауға болады. Енді осыны зигзаг пен, яғни айналып тігіп шығамыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.